Бізде қонақта Руслан мырза, СММ маман, және Юлия ханым ағылшын тілінің пәнінің мұғалімі. Өзім ұлтым лакец болғасын, мен ана тілім мен лакский язык. Юлия ханымның әкесі орыста, анасы Корей ұлтының өкілі. Далаға шығарып жібереді, кілең айналада қазақ балдар, енді қазақша сөйлемей басқа қай тілде сөйлеймін мен. Руслан мырза сияқты мен де сол далада өстім, далада ойнадым балдармен, сол қазақ балдармен ойнап, қазақ тілін меңгерген сияқтымын. Бір өзінің бір вайбы сол бар ғой, үйдің ішінде орысша сөйлеу деген. Білмеймін, ыңғайлы тіл болғасын шығар. Сол кезде мен айттым, мен қазақша қалай сөйлеймін, мен қазақша сөйлей аламын, бірақ білмеймін қалай жеткіземін балдарға өз ойымды, андай грамматиканы түсіндіру керек. Сол кезде уже тиіс бастайды сөзге, мындай сөзді қолданба, мындай сөзді қолдан деген сияқты де. Жалпы сіздер ұлтаралық некеге қалай қарайсыздар? Саған алдында магнумдағы ситуацияда мысалы сондай сияқты болып кетті ғой. Не, қазаққа ұқсайды, оны алмайтын шығармыз деп. Қазақша сөйлеу керек дейді, болды қатайып қалады андай ғой, жоқ. Таза қазақша сөйлеу керек.